Бүгін сіздерге алкогольдің адам ағзасына әсері жайлы айтатын боламын. Осы видеороликті көргеннен кейін сіз алкоголь ішуді тоқтатады деп ойлаймын. Менің ойымша бұл бейне сіз үшін пайдалы болады. Жалпы алкоголь ішкеннен кейін ол тамақ ретінде қорытылмайды. Алкоголь асқазан шек жолында ауыз қуысынан тікшекке дейін сіңеді. Қабылданған алкогольдің шамамен 20% ол асқазанда, ал қалған 80% аш шекте сіңеді. Алкогольдің сіңу жылдамдығы бұл аш шекте өте жоғары, әсіресе 12 шектен аш шекке өткен жерде. Содан кейін асқазан мен тоқ шек, ал ең соңында баяу түрде ауыз қуысы мен өңеште сіңеді. Аш қарынға қабылданған алкогольдің 60-90% 30 минут ішінде, ал 95% 1 сағат ішінде сіңеді. Сондықтан егер асқазаныңызды алып тастасаңыз, яғни әртүрлі ауруларға байланысты гастроэктомия жасатсаңыз, алкогольді сіңіру тезірек болады. Егер адам асқазаны резекцияланған болса, содан кейін алкоголь ішсе, араққа деген тәуелділігі тез дамып жағдайы нашарлайды. Асқазандағы тамақ алкогольдің сіңуіне 2 жолмен кедергі келтіруі мүмкін. Оны айта кетейін. Бірінші жолы. Бұл алкогольдің асқазанның шырышты қабығымен байланысын физикалық түрде тежейді. Тамақ алкогольді сіңіре алады, немесе асқазан қабырғасымен байланыста болған кезде алкогольдің қанға енуіне жол бермейді. Екіншіден, асқазандағы тамақ алкогольдің 12 шекке, аш шекке, оның жоғарғы бар бөліктеріне енуіне жол бермейді. Жіңішке шектің беткі қабаты теннис үстелінің көлеміне тең. Сондықтан алкоголь асқазаннан шыққаннан кейін қанға өтуге көбірек қол жеткізе алады. Егер алкоголь асқазанда қалса, ол баяу сіңеді. Атап айтқанда ақуыздар, көмірсулар, майлар және де басқа әртүрлі тағамдар, мысалы сүт өнімдері, сүт алкогольдің сіңуін баяулатады. Алкогольді ішер алдында су ішсеңіз, асқазанның шырышты қабатын ол жуады, сосын алкогольдің сіңуі тездететінін ескеріңіз. Алкоголь қанға түскенде ол сіздің денеңіздің барлық мүшелеріне таралады. Дені сау адамдардың көпшілігінде қан денеде 90 секундта айналып өтеді. Осылайша алкоголь қысқа уақыт ішінде миға және барлық мүшелерге әсер етеді. Сусынның толық әсері сіңу жылдамдығы 15 минуттан 45 минутқа дейін сезіледі. Алкоголь сүйек пен майдан басқа дененің барлық тіндеріне өтеді. Арақтың ағзаға әсері адам ағзасына байланысты, жынысына, денесіне және тұтынатын арақтың мөлшеріне, тағамның болуы болмауына және де бауырда алкоголь дегидрогеназа ферментінің өндіру қабілеттілігіне байланысты. Алкогольді бір рет немесе ұзақ уақыт ішу сіздің денсаулығыңыз үшін зиян келтіруі мүмкін бе деген сұрақ туады. Міне, соған жауап бере кетейік. Алкогольдің зияны денеге қалай әсер етеді? Қысқадан нұсқа қандай органдарға әсер етеді, сол жайлы айтып өтетін боламын. Бірінші, бас миы. Алкоголь мидың коммуникативті жолдарына кедергі келтіреді және оның сыртқы түрі мен жұмысына әсер етуі мүмкін. Бұл бұзылулар көңіл күй мен мінез құлықты өзгертеді. Сонымен қатар нақты ойлау, қимылдарды үйлестіру қиындатады. Алкоголь орталық жүйке жүйесін бұзады. Ол жүйке жасушаларының қызметін олардың ішіне ену арқылы өзгертеді. 100 грамм арақ 8000 ми жасушасын, яғни нейрондарды өлтіретіні дәлелденген. Нәтижесінде мидың көлемі кішірейеді, онда тыртықтар мен жаралар пайда болады. Алкогольдің ең үлкен миға әсері ол ми қыртысына түседі. Одан жоғары жүйке жүйесі зардап шегеді. Алкоголь сусындарының құрамында, яғни осы эритроциттердің бір-біріне жабысып қалуын тудырады. Соңында микрокапиллярлар бітеліп, тромбтар пайда болады. Алкогольмен күрестен соң өлген ми жасушалар денеден несеп арқылы шығарылады. Мас адамдар ауыр ойланады және шешім қабылдау өте қиын. Екінші ағза ол жүрек. Ұзақ уақыт бойы алкогольді көп ішу немесе бір уақытта тым көп ішу жүрекке зақым келтіруі мүмкін. Мысалы, проблемалар тудыруы мүмкін. Кардиомиопатия, аритмия, клапан жеткіліксіздігі, артериалды гипертензия сияқты. Үшінші ол бауыр. Алкоголь бауырды бұзады немесе бауырдың қызметіне қатты әсер етеді. Жалпы бауырдың қызметі асқазан мен ішекте сіңетін барлық заттарды залалсыздандыру. Алкогольді тұрақты уытты әсерінен бауырдың қабынуы, алкогольдік гепатит пайда болады. Стеатоз, содан кейін бауыр жасушаларының көп мөлшері өліп, бауыр цирроз дамиды. Бауыр цирроз алкоголизмнің ауыратын науқастардың өлімінің жиі кездесетін себептерінің бірі. Төртінші ағза ол ұйқы безі. Алкоголь
ол ұйқы безін улы заттармен шығаруға мәжбүр етеді. Нәтижесінде панкреатитке, ұйқы безінің қауіпті қабынуына алып келуі мүмкін. Соның салдарынан ісіну, ауырсыну сияқты әртүрлі ауырсынулар дамиды және де ферменттер мен гормондар шығарылу қабілеті нашарлайды. Келесі ол қатерлі ісік шақыруы мүмкін. Яғни ұлттық онкологиялық институттың мәліметі бойынша алкогольді ішу қатерлі ісіктің бірнеше түрін тудыруы мүмкін деген консенсус бар. Фактілер көрсеткендей, адам алкогольді неғұрлым көп ішсе, әсіресе уақыт өте келе алкогольді үнемі ішетін болса, оның алкогольге байланысты қатерлі ісікке шағылдыру қаупі өте жоғары. 6. Иммундық жүйе. Алкогольді шамадан тыс тұтыну сіздің иммундық жүйеңізге әсер етеді, яғни әлсіретеді немесе түсіреді. Бұл сіздің денеңізде, ағзаңызда әртүрлі аурулардың пайда болуы оңай болады. Созылмалы ішетіндер, ішпейтіндер адамдарға қарағанда пневмония, туберкулез сияқты ауруларға көбірек ем келеді. Үлкен тәжірибеде алкоголь ішетін ерлер мен әйелдердің 30% жыныстық функциялар айтарлықтай өзгерістер бар екендігі дәлелденген. Алкоголь ішімдіктерді бір рет қолдану ұрықтандыруға немесе дайын жыныс жасушасына зиян келтіреді. Ата-аналардың бірі мас болған сәтте ұрықтанған жасушадан әртүрлі физикалық ақаулары бар балалар туылуы әбден мүмкін. Жүктілік кезінде әйел адам егер алкоголь қабылдайтын болса, одан туылған балада әртүрлі ауытқулар болуы мүмкін деген риск жоғары. Және эндокринді жүйеге әсері алкогольдің. Алкогольді асыра пайдаланатындарда инсулин секрециясы төмендейді. Ал инсулин гормоны ол бізде қандағы қант мөлшерінің деңгейін тең нәтижеде, яғни нормада ұстап тұратын гормон. Яғни бұл алкоголь ішетіндерде осы инсулин гормоны төмендейді, сосын глюкозаға деген төзімділік нашарлайды. Соның салдарынан сахарный диабет сияқты әртүрлі аурулар шалдығуыңыз мүмкін. Алкоголь бұл организмді бейтарапталуы және шығарылуы керек токсин. Алкогольдің 10% тер арқылы, тыныс алу, зәр шығару арқылы шығарылады. Келесі бауыр. Бауыр алкоголь детоксикациялауға жауапты негізгі орган болып табылады. Бауыр жасушалар алкогольді кетондарға шамамен 100 мл жылдамдықпен ыдырататын алкоголь дегидрогеназа ферменті шығарылады. Алкоголь қанға енген кезде оның тек алкоголь дегидрогеназа ферменті тер, зәр және де тыныс алу арқылы жоюға болады. Су ішу немесе ұйқы процесі тездетпейді. Кофе, энергетик, салқын душ сізді тезірек сергітпейді. Бұл сізді сергек сезінуі мүмкін, бірақ кофеин, салқын душ алкогольдан қандан шығармайды. Құрметті тыңдармандар, осымен бүгінгі видео соңына кеп жетті. Сіздермен болған дәрігер терапевт Алмат. Егер видео ұнаса, осы каналға лайк басып, комментарий жазып, достарыңызбен бөлісе отырыңыздар.